Хайо достар, бұл Epic Олжас каналы. Сіздермен бүгін Гренни бұл көп тараған ойындардың бірі, сонымен қатар бәрі білетін шығар. Бұл ойынның мақсаты кілттерді тауып үйден тупой жерден қашып кету керек. Ал сіздер білмеген мелочтар бар, оны пасхалық дейді. Разработчиктер, яғни ойында шығарғандар. Бүгін мен сендерге кішігірім құпияларды айтамын. Не дегенмен оғанда мән беру керек. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, подписация етіп, колокольчикті басып кет. Себебі менің каждый видеомды өткізіп алмас үшін. Ал біз кеттік. Ал біз бастаймыз. Мына жерде Греннидің алдында басын қимылдатып және қапқан тұрған білеміз. Егер оған бассақ, біз қапқан жабылып қалады. Бізден надписті. Гренни алдыңғы жертвалары қалдырып кеткен, яғни алдыңғы адамдар олары бүйтіп айтады, что олар үйден тез қашып кету керек. Внимательно бәрін қараңыздар. Бұл жерде бұл адамның ба, сиырдың ба еті екенін, ненің еті екені белгісіз, бірақ та бұл свежий екені дәлелденген. Өйткені мына жерде қандар оның свежий екенін дәлелдеп тұр. Бұл жерде бір пасхалка, местечко. Бұл ағаш па, қағаз ба, прошлый жертвасы Греннидің жазып кеткен. Қазір сіздердің экрандарыңызға не жазылған шығады. Және де бұл не үшін істегенін белгісіз екенін айтып тұр. Мына қандар Греннидің алдыңғы жертваларының қаны. Ол қатты жаралы екені мына қандар айтып тұр. Және де ол бір нәрсе салғысы келгенін белгілі. Бірақ Гренни оны іс еткізбеген. Гильотинаның проекті екенін көріп тұрмыз. Бұны гильотинаны жасау үшін істегені белгілі. Бұл жерде гильотинаның өзі. Егер де біз 5 күннен кейін өліп қалсақ, гильотина мен біздің басымыз шоуы мүмкін. Соңғы бізде бұл Тедди қошағы. Не дегенмен бұл Слендеринаның қошағы. Егер біз оны алсақ, Греннидің көзі қысыл болып кетеді. Ал біз оны тастасақ, Греннидің көзі қайтадан ақ болады. Бұны бесконечно жасауға болады. Сонымен, сіздерге бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздерге бұны басу бір қолдың саусағы алмаған өте приятный болады. Ал мен кеттім. Давайте.